Сәлем оқушылар, бізде бүгін комбинаторика есептері 9-шы сыныпта қарастыратын боламыз. Сіздермен бірге мен Сабитаева Аружан. Біздегі бүгінгі тақырып комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері, қосынды және көбейтінді ережесі. Өткен сабақтарда біз Б деңгейі және А деңгейінің есептерін қарастырған болсақ, осы видеоурокта С деңгейінің есептерін қарастыратын боламыз. 7-де 12, 7-де 13, 7-де 14 есептер. Алғашқы 7-де 12 есеп. Топта 9 оқушы емтиханнан өте жақсы, 15-і жақсы, 7-і қанағаттанарлық, 6-ы өте жақсы және жақсы, 3-і қанағаттанарлық және жақсы, 3-і өте жақсы және қанағаттанарлық, 2-і өте жақсы, қанағаттанарлық және жақсы баға алды. Топтағы оқушылар саны қанша? Бұл бізде сәл күрделі есеп болғандықтан, алдымен бізге берілген деректерді осылайша жазып алайық. Яғни 9-ы өте жақсы, 15-і жақсы, 7-і қанағаттанарлық, 6-ы өте жақсы және жақсы, 3-і қанағаттанарлық және жақсы, 3-і өте жақсы және қанағаттанарлық, 2-і өте жақсы, қанағаттанарлық және жақсы. Яғни X бізде барлық оқушылар саны. Демек, бізге барлық оқушылар санын табу керек. Бұл бізде Эйлер-Вен диаграммасын қолдану арқылы шығарылатын есеп. Так, получается, бізде бірінші шеңбер қанағаттанарлық, екінші шеңбер өте жақсы, үшінші шеңбер жақсы дегенді білдіретін болсын. Үшеуіне де ортақ бізде 2 деген сан, яғни екеуі бізде ақ ұяшық тұрған жерге 2 деген санды жазамыз. Келесі, қанағаттанарлық пен өте жақсыға тән бізде 3 оқушы бар, яғни бізде 3-тен 2-ні аламыз, 1 болады. Так, келесі бізде қанағаттанарлық пен жақсыны қарастыратын болса, қанағаттанарлық және жақсыға ортақ оқушылар саны 3, бірақ оның екеуі 3 бағаға да ортақ болғандықтан 3-тен 2-ні алып тастаймыз, тағы да 1 болады. Келесі, өте жақсы мен жақсыны қарастыратын болсақ, өте жақсы және жақсы балға алған оқушылар саны 6 болғандықтан 6-тан 2-ні алып тастаймыз, одан 4 қалады. Келесі, қанағаттанарлық деген ұяшықты қарастырамыз, яғни қанағаттанарлық баға алған оқушы саны бізде 7, біз 7-ден қалған деректерді алып тастаймыз, яғни 7-ден 2-ні, 1-ді, одан 1-ді алып тастасақ 3 болады. Яғни қанағаттанарлық деген балды ғана алған оқушы саны 3 ғана. Өте жақсыны қарастырайық, өте жақсы алған оқушы саны бізде 9, яғни біз 9-дан 4-ті, 2-ні, 1-ді алып тастаймыз, демек бізде 2 оқушы қалды. Келесі, жақсы дегенді қарастырайық. Жақсы баға алған оқушы саны бізде 15, яғни біз 15-тен 1-ді, 2-ні, 4-ті алып тастаймыз, демек бізде 8. Сонда бізде қалған деректер, так, получается, қанағаттанарлық 3 балл, өте жақсы 2 бала, және жақсыны 8 бала алды. Осы алынған деректердің барлығын бір-біріне қосамыз, сонда бізде 3 қосу 2 қосу 8, қосу 1, қосу 1, қосу 2, қосу 4 тең 21. Сонда бізде жауабы 21 оқушы бар деген сөз. Келесі, 7-де 13 есеп. 50 ашық хаттың 40-ында қызғалдақ, 20-сында нәркес, 10-ында қызғалдақ пен серігүл, 5-еуінде нәркес пен серігүл, 5-еуінде қызғалдақ пен нәркес, 10-ында қызғалдақ, нәркес, серігүл бейнеленген. Серігүл бейнеленген ашық хаттар саны қанша? Бұл бізде алдыңғы есепке қарағанда сәл күрделірек болады. Так, бізде получается, деректерді жазып алдық, күрделірек есеп болғандықтан. Келесі, бұл да бізде Эйлер-Вен диаграммасын қолдану арқылы шығатын есеп. Бірінші ұяшық қызғалдақ, екінші ұяшық нәркес, үшінші ұяшық серігүл. Ақ ұяшық тұрған жерге бізде үшеуіне де ортақ, яғни 10 деген санды жазып қойдық. Келесі, бізде жалғыз қызғалдақтан құрастырылған ол 35, жалғыз нәркес ол 20, ал жалғыз серігүл бізге белгісіз. Келесі, бізде қызғалдақ пен нәркеске ортақ сан ол бізде 5, яғни біз 5-тен 10-ды алып тастаймыз, минус 5 қалады. Келесі, нәркес пен серігүлге ортақ бізде тағы да 5, 5-тен 10-ды алып тастаймыз, минус 5 қалады. Келесі, қызғалдақ пен серігүлді қарастыратын болсақ 10, яғни 10-нан 10-ды алып тастаймыз 0, және келесі, серігүл бізде x, x-тан 10-ды, одан 0-ды, одан минус 5-ді алып тастасақ, яғни x минус 5 деген дерек қалады. Так, получается, бізде шешуі 80-нен 35-ті, 20-ны алып тастаймыз.
сонда бізде 25 қалады, яғни x минус 5-іміз бізде 25-ке тең. Осы жерден x-іміз 30-ға тең, демек бізде жауабы 30 серігүл бар деген сөз. Келесі 7-де 14-тің А деңгейінің есебі. 100 сыйлық жинағының 50-інде конфет, 45-інде жаңғақ, 35-інде мандарин, 20-сында конфет, жаңғақ, мандарин, 25-інде конфет және жаңғақ, 15-інде жаңғақ және мандарин болды. Конфет пен мандариннан тұратын сыйлық жинағы қанша? Біз деректердің барлығын осылайша жазып алдық, бізге ыңғайлы болатындай. Бұл да бізде Эйлер-Вен диаграммасын қолдану арқылы шығарылатын есеп. Кеттік. Бірінші ұяшық бізде конфет, екінші ұяшық жаңғақ, үшінші ұяшық мандаринді білдіреді. Алдымен үшеуіне де ортақ санды жазып алайық, ол бізде 20. Келесі бізде конфет пен жаңғаққа ортақ бізде 25, 25-тен 20-ны алып тастасақ бізде 5 қалады. Конфет пен мандаринге ортақ бізде x, яғни белгісіз, x-тан 20-ны алып тастаймыз, яғни ол белгісіз айнымалы болып қалады. Жаңғақ пен мандаринге ортақ бізде 15, 15-тен 20-ны алып тастасақ минус 5 қалады. Келесі, жаңғақтың өзін жеке қарастыратын болсақ, ол бізде 45, 45-тен 5-ті, одан 20-ны, одан минус 5-ті алып тастасақ бізде 25 қалады. Конфет пен мандаринді қарастырайық. Конфетті қарастырайық. Конфет бізде 50, 50-ден 5-ті, одан x-ті, оған 20-ны қосамыз, одан 20-ны алып тастаймыз, яғни 45 минус x қалады. Мандаринді жеке қарастыратын болсақ, 35-тен минус 5-ті алып тастаймыз, одан 20-ны, одан x-ті және оған 20-ны қосамыз. Тең болады бізде 40 минус x. Енді бізде барлығы белгілі болғандықтан біз не істейміз? Біз конфет, жаңғақ, мандарин және екеуіне ортақ, үшеуіне ортақ сандардың барлығын қосып теңестіреміз 100-ге. Яғни 45 минус x қосу 25, қосу 40 минус x, қосу 20, қосу 5, қосу минус 5, қосу x, қосу минус 20 тең болады 100. Осы жерден бізде 110 минус x тең болады 100 болады. Осы жерден бізде x-іміз 10-ға тең. Яғни бізде жауабы 50 конфет пен мандариннен тұратын сыйлық қорабы бар деген сөз. Келесі 7-де 14-тің Б деңгейінің есебі. 50 қызметкердің 40-ы қазақ тілін, 20-сы ағылшын тілін, 10-ы түрік тілін, 15-і қазақ және ағылшын тілдерін, 5-еуі қазақ және түрік тілдерін, 5-еуі ағылшын және түрік тілдерін меңгерген. Қанша қызметкер қазақ, ағылшын, түрік тілдерін, яғни 3 тілді меңгерген? Деректерді біз жазып алайық өзімізге ыңғайластырып. Келесі бізде бұл да Эйлер-Вен диаграммасы арқылы шығарылатын есеп. Бірінші ұяшық қазақ тілі, екінші ұяшық түрік тілі, үшінші ұяшық бізде ағылшын тілін білдіреді. Бізге үшеуіне де ортақты табу керек, демек біз ақ ұяшық тұрған жерге x-ті жазамыз. Келесі, қазақ пен түрікке ортақ бізде 5 болып тұр, яғни 5 минус x, ол бізде қазақ пен түрікке ортақ болып қалады. Қазақ пен ағылшынға ортақ бізде 15 болып тұр, яғни 15 минус x бізде қазақ пен ағылшынға ортақ. Келесі, түрік пен ағылшын тіліне ортақ, ол бізде 5 болады, 5 минус x, яғни бізде түрік пен ағылшын тіліне ортақ болып саналады. Келесі, қазақ тілінің ұяшығын қарастыратын болсақ, ол бізде 40. 40-тан 5 аламыз, оған x-ті қосамыз, одан x-ті азайтамыз, минус 15 плюс x тең болады 20 плюс x, яғни ол қазақ тілінікі. Түрік тілін қарастырайық. Түрік тілі бізде 10-ға тең. 10-нан 5-ті азайтамыз, оған x-ті қосамыз, азайту 5 қосылған x тең болады, x қалады. Келесі, ағылшын ұяшығын қарастырайық. Ағылшын ұяшығы бізде 20, 20-дан 15-ті азайтамыз, қосамыз x-ті, азайтамыз x-ті, минус 5 плюс x тең болады, x деген бізде деректер қалды. Біз алынған деректерді бір-біріне қосып 50-ге теңестіреміз, яғни 20 қосылған x қосылған x қосылған x қосылған 5 азайтылған x қосылған x қосылған 15 азайтылған x қосылған 5 азайтылған x тең болады 50. Осы жерден 45 қосылған x тең болады 50, осы жерден x тең болады 5. Демек бізде жауабы 5 қазақ, ағылшын және түрік тілін меңгерген адамдар бар деген сөз. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сіздермен бірге болған Сәбитаева Аружан.